Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін түрік қайнағам бізді отбасымызбен кешкі асқа ауызашарға шақырды. Осы Коня қаласының дәл орталығында орналасқан бір жаңадан ашылған ресторан. Сол жердің ас мәзірі қандай, жалпы түріктің тағамдары қандай, сіздерге бір танымдық видео болсын. Осы видеоны түсіремін, мені бірге болыңыздар. Коня қаласында тарихи архитектуралық ескерткіштер өте көп. Ғасырлар бұрын салынған мешіттер, медреселер осы күнге дейін сақталған. Оң жақта мына жерде үлкен бір алаң. Бірнеше күн бұрын бұл жерге президент Эрдоған келіп сөз сөйлеген болатын. Бұл алаңда әртүрлі жиындар болып тұрады. Және де қаланың ішінде жалпы мешіттер өте көп. Айтып өткендей, Коня бұл Түркияның діни астанасы болған үшін өте көп мешіттер бар. Мына жерде бір ескерткіш, бұл да реставрация болып жатыр. 13-ші ғасырдан қалған ескерткіш. Тіпті христиандардың шіркеулері де бар. Архитектуралық ескерткіш ретінде қалған. Жалпы Коня қаласында бірнеше орталықтар бар. Соның бірі осы жер Педестен чаршысы деп аталады. Біз осы жақындап қалдық. Туристердің ең көп топландық жері осы жер деп айтуға болады. Осы жерге алдымен келеді туристер. Неге? Өйткені бұл жерде үлкен Руми, яғни Мевляна деп айтамыз ғой. Соның түрбесі бар. Жатқан жері, яғни соның музейі. Және де мына жерде үлкен мешіт бар қаладағы. Селиме Джами деген, бұл қазір айтып өтермін видео барысында көрсетіп. Мінеке келіп қалдық, әпкеміз бен жездеміз де келіпті. Және де ауызашар уақытына әлі бір жарты сағат уақытымыз болған үшін бір серуендеп қайтуды жөн көрдік Батумен. Алдымызда тұрған мешіт бұл Сұлтан Селим мешіті, 17-ші ғасырда салынған. Атақты Сұлтан Сүлейманның ұлы Селимға арнап салынған үлкен бір мешіт. Мына жерде мінеки Рамазан айына орай бағдарлама түсіріліп жатыр екен. Міне жалпы осы жерде осындай үлкен алаң бар. Мешіттің алдында осындай тарихи бір жер. Осы жер деп айтсақ болады. Және де барша келіп суретке түсетін жер бұл. Осы жер Коня деп жазылған. Және де кешке жақын бұл әлдеқайда әдемі болатыны сөзсіз. Бұл жерде алдымыздағы бұл Мевляна Джалаладдин Руми, атақты ақын, поэт, суфи. Осы Мевляна деп айтады қысқаша, немесе Руми деп айтады. Соның түрбесі, жатқан жері, музейі. Оған арнайы бір бөлек видео түсіру керек шығар, арнап. Ауызашар уақыты келді. Біздер де ресторанға келсек, ағамыздың броньдап қойған жеріне басқа біреулерді отырғызып қойыпты. Сөйтіп бізді сыртқа отырғызды. Шүкір, бірақ ауа райы жақсы болды. Барлық жағынан позитивті көруге тырысып, таза ауада тамақ ішеміз деп мәз болып отырдық десек болады. Түркияда да адами фактор, осындай проблемалар кейде туындауы мүмкін. Дегенмен де таза ауада
тағам жеген әлдеқайда керемет деп осылайша жайғастық. Мінекей бұл saç arası деген тәтті баклаваға ұқсайды. Бұл кәдімгі шопан салаты, чобан салаты дейді. Помидор қияр, бұл сутлач, каналымда бар. Сутлач күріштен дайындалатын десерт. Бұл жерде сорпалар, мерджимек, яғни чечевица красная, судан дайындалған сорпа. Бұл да бамия, қазір жақыннан тағы көрсетемін. Бұл бамия сорпасы бұрын соңды Қазақстанда көрмедім, бірақ Түркияда кең танымал, ет қосылып дайындалады. Бір алғашқы ішкенде әкем айтқан, бұл не гүлма ішіндегі не бұл деп, бір ерекше сорпа десек болады. Бұл да фурын кебабы деп аталады. Фурын кебабы бұл жас малдың етін жаңа қыш ыдыста пісіреді. Бұл да Коняның етлі екмек деп аталатын пиццаға ұқсайтын тағамы. Және де қазір мінекі тағы жақыннан көрсетейін. Міне осылайша ортасына лимон сығып отырып желінеді. Кәдімгі пиццаға ұқсайды, бірақ етпен. Бұл жерде де кәуап әртүрлі тауық етінен, сиыр етінен, қой етінен араластырып дайындалған кәуап түрі. Одан кейін мінекі етлі екмекті тағы жақыннан көрсетіп жатырмын. Осылайша ауызашарымыз өтті, ағамызға үлкен рахметімізді айттық. Және де кешкі қалғанды сіздерге көрсете кетейін. Бір ерекшелігі бізде Қазақстанда жалпы егерде осылай көшені безендіру әдетте жыл басы келе жатқан кезде жаңа жылға жақын болса, Түркияда жаңа жылда мүлдем мұндай оформление болмайды. Тек қана осылай Рамазан айында осылайша әдемі жан-жақта жарқыратып, осылай әсемдейді. Енді кешкі атмосфера бұл бөлек, өте әдемі. Қазір шайға әпкемізбен жездеміз үйіне барамыз. Ағамыз жұмысқа кетті, жақын жерде жұмысы. Бізде шай ішуге жездемнің үйіне бара жатырмыз. Bisiklet mi aldınız? Hayırlı olsun. Gel kızım, bismillah. Vay Batur. Жақында қызық жағдай болды. Қайнағам Батуға арнап киім сатып алған. Сол киімін кигізіп қарасам, дәл менің киімім, менің образыма келетіндей киім екен. Сондай бір сәйкестік бола қалыпты. Қайнағам білмепті. Қалай ойлайсыздар, жарасып тұрмыз ба бір-бірімізге? Сонымен видеом соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды аямай қоя кетіңіздер. Сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар.